Салам қыздар, бүгін мен сіздермен мынандай лапкамен бөліскім келіп тұр. Бұл лапка мынандай бейканы, косой бейканы тігуге арналған. Для начинающих дейді ғой, сондай лапка. Ең алдымен мынаны кіргізіп аламыз, мынаны босатып аламыз. Керісінше бұраған кезде мынау нелері ашылады, арасы ашылады. Содан кейін барып мынау бейканы саламыз. Бейканы салғанда бір жағын бірінші жағына, екіншісін екінші жағына саламыз. Осылай кішкене тартып аламыз. Сөйтемізден ол қандай матаны бейк алғымыз келіп тұр, сол матамызды осының екі ортасына саламыз. Мынаны салып болғаннан кейін мынаны кішкене былай жабамыз. Немқұрат ашып кетті, наоборот жабамыз. Жапқан кезде мынау бейк мына жерге келіп тұру керек қой, мына жерге притык болып тұру керек. Енді машинкаға саламыз лапкасын. Бұл идеальный бейканы тіккісі келетін қыздарға арналады. Ал жылдамдап тіккісі келетін қыздарға шыдамай шығар мындай настройкасына ондай қыздар. Сөйтеміз мына матаны мынаның екеуінің ортасына саламыз. Менде мына жерде контрольный сызық бар. Өзіме тігіп алғам асты үстін біріктіріп. Сол сызыққа келтіргім келіп тұр. Енді каждый раз осының арасына мынаны салып отырамыз. Мынаны тағы қысым келіп тұр. Менікі кішкене шығып кетті. Шығып кеткен кезде, кішкене емес, нормально шығып кетті. Былай шығып кеткен кезде мынаны қайтадан сүйтеміз. Міне жаңағы тіккен жерді қайтадан сүйтіп алдым. Шектерін тазартып тастайын. Тігіп отырып видео түсіру оңай емес. Кішкене аппликация етсең ашылып кетеді. Содан мына бейканы қайтадан салам. Мына жақтан салам, мына жақтан салам, без разницы. Қайта салып қойды. Көрініп тұр ма? Кішкене кетер жасап тұр. Мынаны ашамын. Аштым ба? Енді мынаны орнына салам, біріншісінің астыңғысын астына, үстіңгісін үстіне. Сөйтемін. Осылай қайтадан орнына келтіріп аламын. Сөйтіп жауып. Мынау иненің положениесін. Міне жаңағы тіккен бейкамыз осылай әдемі шығады. Асты жағынан да күшті, үсті жағынан да күшті.